Баршаларыңызға сәлем қыздар. Бүгін біз сіздермен өте дәмді әрі пайдалы болатын қызылшадан салат дайындайтын боламыз. Видеоны тамашаламас бұрын менің арнама жазылып, лайк басып, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Бісміллә деп жұмысымызды бастаймыз. Ыдысымызға 2 дана піскен және де осылай соломка ретінде туралған қызылшамызды, үстінен тура сол сияқты алдын ала пісірілген 2 дана сәбізімізді соломка ретінде турап ыдысымызға саламыз. Тұздалған қиярымызды, пиязымызды, көк бұршағымызды, қалаларыңыз бойынша өсімдік майын не болмаса оливки майын қолдансаңыздар болады. Өздеріңізде барын қолдана беріңіздер. Татымына қарай тұз саламыз және де қалаларыңыз бойынша аскөк қоссаңыздар да болады. Менде кинзаның дәмі өте керемет болып шығады. Барлығын араластырып аламыз. Слегка араластырамыз, қатты мұжып араластырудың қажеті жоқ. Ұсынатын ыдысымызға салатымызды салып шығамыз. Әрлеу, безендіру жағы өздеріңіздің қалаларыңыз бойынша мен осылай күнжіт сеуіп шықтым. Өте дәмді әрі пайдалы, жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.